Ал мен сөз кезегін ұлттық кеңес мүшесі қазақ тілінің айналасында көптеген мәселелерді көтеріп жүрген, айтып жүрген ағамыз Қазыбек Исаға сөз кезегін бергім келеді. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мынау біз керемет бір тамаша жиынның үстінде отырмыз. Мен өте қатты қуанып отырмын. Әсіресе мына жиынның атын кім қойса да өте керемет қойыпты. Ұлы даланың ұлтаралық тілі деген. Ұлы даланың ұлтаралық тілі деген өткенде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алғашқы жолдауында Қазақстан халқына айтылды. Бұнда жазулы тұр: қазақ тілінің мемлекет тілі ретінде рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кез келеді деп. Сол айналатын кезі өте жақын қалғанын мына ассамблеяның осы жиынынан байқап отырмыз. Мен осында отырған қаншама бір 50 шақты адам бар шығар мына жерде. Өзге ұлт өкілдері менің қасиетті қазақ тілімді менен кем емес үйреніп алған үшін мен сіздерге зор алғысымды айтамын сіздерге. Мысалы, қазір бізде қазақ тілі туралы, жалпы тілдер туралы заң 30 жыл болды, білесіздер. Сентябрьде, қыркүйек айында 30 жыл толды. Бірақ мемлекеттік тіл дамып кетпегендіктен, ұлтаралық тіл болмағандықтан да осындай жиын өтіп отыр. Президентіміз анандай сөзді айтып отыр жолдауда. Елбасымыз тілге деген көзқарас, елге деген көзқарасты айтып отыр. Қазақ пен қазақ сөйлесін деп. Ал енді сіздердің осы нелеріңіздің мына тілге деген ұмтылыстарыңыздың өзін өзге біздің көптеген мынау мемлекеттік қызметте жүріп, мемлекеттік тілге зиян тигізетін бізде мемлекеттік қызметкерлер бар, шенеуніктер бар, өздері білмейтін. Солар көру керек еді. Сіздердің мына осы жиындарыңызға, ассамблеяларыңызға мынау жаңағы біздің қазақша жақсы білмейтін министрлерді, әкімдерді шақыру керек еді. Мынау осы ұлттың бәрін көріп, мынау өзге ұлт өкілдерін, осының бәрін көріп өздері де ойланатын еді. Ал енді бізде мысалы бір жерге бір министр келіп жатса, жаңадан әкім келіп жатса, ең бірінші сұрайтыны не? Ол қай тіл біледі деп сұрағанда, бірінші сұрайтыны қазақ тілін біле ма дейді. Келіп жатқан адам қазақ. Мысалы Өзбекстанда өзбек тілін біле ма, Қытайда министр болса Қытай тілін біле ма деп сұрай ма мысалы. Ал бізде ол әліге дейін осындай бізде қалыптасқан. Міне соны жолға қою үшін осындай тірліктер істеліп жатыр. Мен сондықтан сендерге өте қатты қуанамын. Сіздердің мына қазақ тілін білгендеріңіз үшін болашақтарыңыз өте жарқын. Сіздердің бәріңіз алда үлкен қызмет, үлкен орындарда, үлкен жерлерге барасыздар. Ең кемі мына Геннадий Шиповский сияқты Қазақстанның депутаты боласыңдар. Әрқайсысың. Немесе Роман Скляр сияқты министр, вице-премьер боласыңдар. Ең болмай қалғанда да мына Максим сияқты осындай жүргізуші боласыңдар бәрі. Яғни бізде қараңыздаршы, мынау қай тілді үйренген адам сол тілге, сол ұлтқа деген жүрегінде жылулық пайда болады. Мысалы, сіздердің бәріңіз өзге ұлт өкілдері болғаныңызбен қазақ тілін жақсы білгендіктен қай ұлтқа ұқсап кеткенсіздер сіздер? Қазаққа, міне өздерің жауап, қазақ тіліне ұқсап отырсыздар. Бізде бұрыннан келе жатқан сөз бар: тілі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір дейді. Сол сияқты одан кейін бізде осы ассамблеяның өзінің бір ұстанымы болатын: бір ел, бір тағдыр деген. Мен осы 4-5 жыл бұрын бір министрлікте айттым осыны. Сонда меңгерушісі отырды, мына әріптесіміз. Сол кезде хатшылықтың меңгерушісі. Енді біз бір ел, бір тағдыр емес, соған қосып, бір ел, бір тіл, бір тағдыр деп айтайық деген сияқты. Соған біз жақындап келе жатырмыз. Ал енді біз тілі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір емес, тілі де бір, тілегі де бір, жүрегі де бір, жүзі де бір қазақ мемлекетінің азаматы болайық. Рахмет сіздерге.